Баяғыда бір мақтаншақ бай болыпты. Ол ауыл шетіндегі төбеге барып, қасына еркек кіндіктілерді жинап алып, әңгіме дүкен құрғанды жақсы көреді екен. Бір күні сол төбенің қасына ауылдың ойнап жүрген бір топ балалар жинала қалады. Бай оларды қол бұлғап шақырып алады да күрестірмек болады. Ортаға байдың баласы шығады. Екі бүйірін таянып тұрған байдың баласына бірде-бір бала бата алмайды. Байекеңнің баласына ешкім бата алмайсыңдар, мырзадан қорқасыңдар бәрің деп бір қара жылтыр шығады. Барлық балалар төмен қарап үндемей тұр. Бір кезде ақырын шегіншектей бастайды. Енді мына қара жылтыр балаларды ұстап алып, байдың баласына қарай лақтыра береді. Байдың баласы әп сәтте оларды жығып салып жеңіп тұрады. Бай баласы бұларды жерге атып ұра береді. Әп сәтте балалар ұмар-жұмар бола қалады. Бір кезде бай қолын көтеріп атып тұрады. Қыранның баласы да қыран, қарғаның баласы да қарға. Қой балам, доғар, біреу мәйіп қыларсың. Менің балама тең келер ешкім жоқ дейді. Сол кезде бір бала ортаға атып шығады да бай баласымен күресе кетеді. Әне-міне дегенше оны жерге атып ұрып жеңеді. Ел ішін тартып бір сұмдықты күтеді. Қара жылтыр жаңағы балуан баланың әкесі еді. Жүгіріп барып баласын ортаға сүйреп шығып, «Ей, саған не көрінген? Жаңа ғана бұлан жеңіліп едің ғой. Енді мұның не, қалай жеңдің сен Байекең баласын?» дейді. Сонда баласы, «Ол кезде мен сізді аяп едім, енді өзімді аядым» дейді. Қара жылтыр баласын одан сайын жұлмалап, «Ей, не дейді мынау оңбаған? Әке, мен қарғаның баласы емеспін» дейді. Әкесі, «Қап, мынау бала болмай бәле болды ғой» деп қолын балаға көтере берген кезде көпті көрген көнегөз сақалы кеудесін жапқан бір қария қолын көтеріп, «Доғарыңдар» деп тоқтатады. «Бала құрлы намыстарың болмаса, осылай қарға сияқты шуылдамағанда қайтесіңдер? Балам, бері кел. Сенің ісің арлы іс. Бүгін өз намысыңды қорғасаң, ертең еліңнің намысын қорғайсың» деп палуан баланың маңдайынан сүйіпті. Болды, кәне сен келе ғой. Ал арғарай айтар болсақ, бай бармағын шайнап қалады. Абайламай сөйлеймін деп өзінің де баласында абыройын шашып алған. Кейін байдың баласы әке сияқты дөң кеуде бай адам болады, байлығын асырады. Ал кедейдің баласы, жамбасы жерге тимес палуан болады. Елін басқарып, талай жорықтарға шығады. Ел қорғап, елінің сүйіктісі болады. Міне осылай балалар. Бәрекелді. Міне шашың әдемі болды. Ара ғой.